1 триллион теңге бөліп, студенттердің шәкіртақысын 15-20%-ға көтеріп жатыр. Негізінен мына студенттердің шәкіртақысын мен сіздерге санап айтып берсем, мәселен, қазір орта есеппен бакалавриат студенттері 52.372 теңге шәкіртақы алады. Магистранттар 117.098 шығарыңыздаршы. Магистранттар 117.098 теңгеге дейін, ал педагогикалық және медициналық бағыттардағы білім алушылардікі 84 теңгеге дейін. Енді бұлар ерекше мәртебесіне байланысты жоғарыға стипендия алады. Докторанттардікі 262.500 теңгеге дейін. Бұл енді кәдімгі орташа жалақымен бірдей. Интернатурада оқитын студенттерге стипендия 94.862, резидентура 134.000. Енді мақсат кәсіби сапалы мамандар даярлап, еңбек өнімділігін арттыру, экономиканы көтеру. Бірақ сарапшылар, негізгі сарапшылар жоғарғы оқу орнынан кейін 4 жыл бойы білім алған азаматтарымыздың 60%, айта кетейік, 40% ақылы оқиды. 40% мемлекеттік грант оқиды, 60% ақылы оқиды біздегі студенттердің негізгісі. Сол 60% оқып бітіргеннен кейін, оқуын тәмамдағаннан кейін мүлдем басқа салаға қызметке кетеді. Былай қарасаңыздар, мемлекеттің ақшасы кетіп жатыр бұл жерде. Мемлекеттік грантты айтып отырмыз. Жатақханаға бөлініп жатқан қаражат бар. Студенттерді ұстап тұру, сол жатақхананы қамсыздандыру мәселесі бар. Одан бөлек студенттің де 4 жыл уақыты, және де ата-ананың еңбегі, ата-ананың уақыты, ата-ананың қаржысы, бәрі айналып келген кезде уақыт пен ақшаға келіп тіреледі, қымбат спикерлер. Оқисың, бірақ басқа салаға кетесің. Неге бұлай? Бұл диссонансты қалай шешеміз? Жаңа сіз айттыңыз эфир сыртында бұл диссонанс емес деп. Себебі неде? Рахмет, Ерғанат. Енді мен бір жағынан ойлаймын. Ең бастысы жоғары білімнің мақсаты бұл ұлттың болашақ интеллигенциясын қалыптастыру. Ең бастысы жас азамат ретінде, тұлға ретінде қалыптастыру. Оның көзқарасы болу керек, жалпы мировоззрение қалыптасу керек. Сондықтан да әрине ол ең бірінші деп ойлаймын. Екіншіден, дұрыс айтасыз, маман ретінде де қалыптасу ол міндетті түрде. Бүгінгі күні қарап отырсаңыз, жалпы мамандық бойынша көп түлектер жұмыс жасайды. 70% шыққан, соның ішінде мемлекеттік тапсырыспен оқығандары бар, ақылы негізінде де оқығандары бар. Бірақ әлемдік экономиканы қарайтын болсақ, Қазақстандағы экономиканы қарайтын болсақ, негізгі бүгін тек қана өз маманы болғаны жеткіліксіз, оған қосымша қабілеттер қажет міндетті түрде. Сондықтан да бүгінгі күні жоғары оқу орындары білім беру бағдарламаларын дайындаған кезде, мамандарды келешекке шығарғанда қосымша білім беру бағдарламасына пәндер қосады. Сондықтан да шыққан кезде ол мүмкін негізгісі мысалы заң мамандығы болса, соған қосымша тағы да бір мамандырылған бағытты алып шығады. Гүлзат ханым, яғни сіздің ойыңызша қосымша мамандықтың жоқтығынан 60% маман оқуын бітірген басқа салаға кетіп жатыр. Солай ма? Басқа салаға мүмкін, но дегенмен өзіне ұқсас жақын салада да жұмыс істеуі мүмкін, әрине. Сіз не ойлайсыз? Енді мен бұл салаға байланысты пікірімді білет, ғылым және жоғары білім министрлігі. Біріншіден, бұл кешенді мәселе. Мектепте профориентациялық жұмысты орынға қою керек. Бізде көбінесе оқушы да оның бірінші класста... Айтып келесқаныңызға көп болды ғой? Сосын мектептің ата-аналарда грант қай жаққа бөлінуі мүмкін. Өзінің таңдаған пәні физика, химия, биология болса, соған қандай мамандықтарға грант бөледі, соны таңдайды. Соған байланысты бәлкім балада оған қабілет жоқ шығар, балаға ол қызығушылық жоқ шығар, бірақ бірінші кезекте осы профориентацияға байланысты. Профориентацияға байланысты профориентолог мектепке енгізілді, бірақ енгізілгенмен қатар енді оны үлкен бір не керек болып тұрды, армен қарай ол балалармен жұмыс жасау үшін сол маман, бірінші сол деп ойлаймын. Екінші, жалпы мысалы биыл біз 78.000 грант бөлдік бакалаврда. Менің ойымша әрбір сала өңірдің бөлінісінде және мамандықтардың бөлінісінде бізге бір аналитика керекті. Мысалы су ирригация мамандықтарында осыншама маман, осыншама ауылда, аудан көлемінде жетіспейді деген. Мен шынымды айтам, бұны жыл сайын сұратамыз. Бізге жалпылама ақпарат келуі мүмкін, бірақ түпкілікті ауданға дейінгі баратын ақпарат бұл министрліктердің өзінің жеке ақпаратында. Үшінші мәселе, бізде еңбек нарығы деген үлкен концепция қабылданды былтырғы жылы. Сол нарыққа байланысты, концепцияға байланысты ғылым және жоғары білім министрлігі жауапты орган емес. Ол жерде әрбір сала, мысалы тұрғын үй саласы,
өзі құрылысшылар дайындауға өзі не беру керек жаңағы, Тапсырыс. аналитика беру керек. Мысалы, былтыр бізде ТЭЦ жарылған кезде біз көрдік мамандықтар жетіспейді екен. Бірақ жыл сайын маман бітіреді. Сонымен қатар бірінші курс 4 жыл бітіргеннен кейін өзінің жұмысына 1 жыл барады. Бірақ алғашқы кірген кезде жас маманның айлығы төмен, соған байланысты ол екінші басқа мамандықтарға кетіп қалады. Сондықтан да бұл жердегі мәселе кешенді. Қаржылық ынталандыру төмен болып тұр ғой бізде, ашығын айтқан кезде. Жұлдыз Досбергенова бір өте жақсы ой тастады. Жаңа гранттарды балдар қалай қабылдайды, қалай түседі грант негізінде. Көбінесе балдарды әңгімелескен кезде тыңдайсың ғой. Олар ең бастысы ойлайды, мен грантқа түссем, жоғары білім алсам, сосын ары қарай жұмыс табам деп. Мүмкін сондықтан да осындай жаңағыдай жағдай туындайды шығар. Ал енді кеше ғана президент келешек бағдарламасы бойынша заңға қол қойды ғой. Мүмкін осы келешек бағдарламаның қабылдануы біздің қоғамда ата-аналардың мәдениетін, кішкентай баланы кішкентай кезінде білімге баулып, соны бір бағытқа бағыттап, қандай қабілеттері бар екен ескеріп, болашақты нақты жоспарлайды. Сонда мысалы 18 жасқа келген балада нақты қаражаты болады. Шөті егер ата-анасы ашқан болса, әрине сонымен әр ата-ана ойланады. Мен Қазақстанда білім алам ба, шетелде білім алам ба, колледжде оқимын ба, әлде жоғары оқу орнында оқимын ба? Сол кезде нақты бір бағытта алады. Нақты мамандықты таңдайды, нақты жоғары оқу орнын таңдайды. Мүмкін сол кезде нақты сол бітірген мамандығы бойынша жұмысқа баратын болар. Екіншіден қарап отырсаңыз, бүгінгі күні өте жақсы бағдарламалар іске асырылуда. Соның бірі мысалы мамандығым болашағым. Профориентация өте дұрыс. Бала кезден бастап сол бағытта жұмыстарды бастап кету керек. Мамандығым болашағым қазір мінеке неше жылдан бері біз соңғы жылдары белсенді түрде барлық өңірлермен жұмыс істеп келе жатыр. Еду навигатор деген бір сайтты іске қостық. Әрбір балалар мысалы мектепте оқып жүріп сол жерде сауалнамадан өтсе, олар уже өздері түсінеді. Мен қандай бағытқа жақсырақпын, гуманитарлық бағытқа, мүмкін математика бағытына да сондай жақсы бағдарламалар, бастамалар бар. Немесе сұранысты да міндетті түрде әрине ескеру керек. Қазір жаңа профессиялар, қаншама жаңа профессиялар шығып жатыр ғой, атластарды дайындап жатыр. Бүгінгі күні мысалы 9 өңір бойынша атластар дайын. Қарап отырсақ, сол өңірлер сол өңірдегі жоғары оқу орны қандай мамандар керек екен, сол сұранысқа сәйкес өз мамандарын даярлап жатыр. Рахмет, Гүлзат ханым, енді ақыры біз жаңа нені айттық қой, келешек бағдарламасын біз осыны толықтырып өтейік, өйткені өте былайша айтқан кезде ұлттық қор балаларға деген мемлекет басшысының өзінің реформасынан кейін қабылданған бір өте керемет жобасы бар. Бала 18 жасқа дейін ұлттық қордың инвестициялық капиталынан түскен табыс балалардың жеке есеп шотына 50% табысы жеке есеп шотына аударылып отырылады. Енді бұл жерде тағы да мемлекет, білмеймін екінші деңгейлі банктер бұған қалай көне қойғанын, екінші деңгейлі банк, сақтандыру компаниялары, ата-аналар төрттаған ғой, былайша айтқан кезде төрттаған бірігіп баланың 5 жастағы баланың есеп шотына 221 мың теңгеден аударады. Бұл ата-анасы бар балаларға. Ал ата-анасы жоқ балаларға 443 мың теңгеден қаражат аударылады. Әрбір 5 жасқа толған балаға, қымбат көрермен. Бүгіннен бастап деп айтайықшы, биылдан бастап қой, биылдан бастап, бүгіннен бастап. Балаңыз 5 жасқа толды ма, 221 мың теңге есеп шотына аударылады. Бұл бала мектепті тәмамдағанға дейін түсіп тұратын ақша. 11% үстемақы аударылу керек. Бірақ бұл жерде ескеретін мәселе бар. Сіз ай сайын балаңыздың есеп шотына 7000 теңге ай сайын жіберіп отыруыңыз керек. Жылына 96 мың теңге болу керек. Жылына 96 мың. Сонымен 221 мың, бір жылда 310 мың теңге болады. Оның үстемақысымен қосатын болсақ, 300 қанша болады? 350 мың теңге дейікші. 350 мың теңге шамамен болады. Сыйақылар бар. Жылдың аяғына сыйақы беріледі, 7%, 5%. Мемлекет тарапынан сыйақы беріледі, екінші тарапынан банк немесе сақтандыру компания тарапынан мемлекет тарапынан 11% ба? Мемлекеттік сыйақы барлық балалар үшін 5%, ал жаңағыдай өзіңіз айтқандай жетім балалар болса, немесе ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалар болса, оларға 7%. Ал енді банк тарапынан немесе сақтандыру компания тарапынан олардың сыйақылары 12%-ға дейін жылдық. Бұл жерде тағы бір ескеретін мәселе бар. Мысалға, біреудің үйінде 5 жастағы баласы бар, 6 жастағы балалар бар, 7 жастағы балалар бар. Бәрінің бірде есеп шотына аударыла ма, жоқ әлде биылдан бастап 5 жасқа келген балаларға аударыла ма? Енді ең бастысы назар аудару керек, келешек бағдарламасы бұл ерікті бағдарлама.
Сондықтан да егер ата-ана мен ашам, осындай ниетім бар десе, ол сол кезде барып ашады, сол кезде ғана қаражатын тиісті жинап отырады, 5 жастан бастап. Ал енді жаңа көп балалы отбасылар да жинауы мүмкін. Олар үшін да арнайы, мысалы, егер мемлекет тарапынан 5 жастағы балаға 60 айлық есептік көрсеткіш ретінде бастапқы капитал салынса, соған мемлекет тарапынан барлық балаларға 5% болса, оларға 7% аударылып отырады. Тамаша. Ал мысалға енді ай сайын 7000 теңге аударуымыз керек қой. Біз осы тақырыппен бірінші бөлімімізді аяқтаймыз ау. Ай сайын 7000 теңге аударуымыз керек. 221 мың теңге мемлекеттің кепілдендірілген сомасы аударылды. Ай сайын мысалға ақшаны түспесе, жеке есеп шоты ата-ана тарапынан яғни 221 мың теңге күйіп кете ме, жоқ әлде қалама? Жоқ. Бұл жерде шектеу жоқ, Ерқанат. Ең бастысы, жаңа Жұлдыз Досберген айтып кетті ғой, дұрыс, жылына 24 айлық есептік көрсеткіш ретінде қаражат аударса болды. Бұл қаражатты басында ма, аяғында ма, ортасында бәрі? Оны ата-ана өзі біледі, қаржылық мүмкіндігіне қарай. Мүмкін ай сайын төлей ме, жарты жылда төлей ме, бір жылда бар бір сала ма, оны өзі біледі. Мүмкін одан да көп салар. Бір жыл аудармасаш? Егер бірақ шарттары да бар. Егер әрине сіз банкке барғанда да әр банктің өзінің шарттары болады. Шарттары бұзылған жағдайда мониторинг жүргізіліп отырады. Сол кезде шарттар бұзылуы мүмкін. Сол кезде оның жаңа үстеме ақысы төленбей қалады ғой, 5%, 7%. Төленбей қалады, бірақ ақша тұра береді ғой. Ақша тұра береді. Мемлекеттің ақшасы. Бұл 221 мың теңге бюджеттен 440 мың деп айтайық, 221 мың деп айтайық енді. Бұл қамқорлық, былайша айтқан кезде. Мемлекет әлеуметтік мемлекет ретінде өзінің жауапкершілігін бюджет тарылып бара жатса да тағы да бір мойнына жауапкершілік алып отыр. Алып отырған мойындауымыз керек. Қамқорлық. Енді осы қамқорлық, яғни өмір бойы бала мектеп бітіргенше 221 мың теңге еш қандай ақша аудармаса да қала береді, тұра береді. Солай ғой? Жақсы. Негізі бұл енді жинақтау бір сетінен, сіз дұрыс айтып отырсыз, Конституция бойынша біз әлеуметтік мемлекет ретінде өзінің міндетін орындау, екінші тараптан жинақтау мәдениетін қалыптастыру, оның ішінде білімге жинақтау мәдениетін қалыптастыру. Үшінші тарапынан тағы бір мәселе бар. Мысалға, сіз ай сайын 7000 теңге аударып отырсаңыз, ата-ана ретінде, осы ақшаны мен не үшін аударып отырмын деп ойланасыз ғой. Бала 10-шы сыныпқа келді, 9-шы сыныпқа келді, ертең мынау жиналған ақшаны қайда жіберем? Бұл бала қайда оқуға түседі? Осы жаңағы маман бағыттайтын маман бағыттаушыларға профориентолог дегеніміз қазақша маман бағыттаушы деп айтайықшы. Кәсіби бағдар. Кәсіби бағдар маманы ғой. Проф. Кәсіби бағдар. Яғни ол өзінің болашақта қандай кәсіпті таңдайды, қандай кәсіпке қабілеті бар, сонымен қатар жалпы біліктілік деңгейі қандай. Сол ғой. Енді қараңыздар, тағы бір қызық сұрақ туады. Бұл жерде ертең бала мемлекеттік грантқа түсіп кетті. Біз енді 11 жыл бойы ақшаны жинадық ғой, мінекей сен болашақта деген. Мемлекеттік грантқа түссе ақша қайтеді. Ұлттық банктегі ақшаны қайда аламыз, не істейміз? Мен айтайын, Ерқанат, негізінен әрине бала ақысыз негізде оқуын жалғастыруы мүмкін. Бұл жерде, бұл бағдарлама кәсіптік техникалық білім алуға болады, немесе жоғары білім алуға болады. Егер де мектептен кейін жоғары оқу орнына немесе колледжге грантқа түсіп кетсе, осы қаражатты ары қарай жинақтай беруге болады. Келешекте магистратура, мүмкін докторантураға жұмсар осы қаражатты, немесе мүмкін артында туысқандар өсіп келе жатқан шығар, үшінші тұлғаға осы ақшаны аударуға болады, келешекте білім алу үшін пайдалануға, немесе пәтер алуға, тұрмыстық тұрғын үй жағдайын жақсартуға болады. Ал егер де жоғары оқу орнын бітіріп келіп, дипломын ұсынған кезде, сол кезде шотында қалыптасқан қаражатты шешіп алуға болады. Бір сөзін айтқан кезде барлық мүмкіндік жасалған, құрметті ата-ана, осындай жаңалықтан қапы қалмаңыздар. Әдетте ертең бұл қалай болады, қалай жүзеге асады деген мәселе сұрақ көп келіп жатады бізге. Сондықтан сауалға жауап іздеу үшін тым болмаса бір рет келешек бағдарламасы немесе келешек жүйесі деп Google-ға кіріп, оның шарттары, талаптары қандай екен бір рет оқып алыңыздаршы. Өзімізге керек, мына өсіп келе жатқан балаңызға керек. Мысалға менің балам 12-де делік. Сол 221 мың теңге оған түсе ме шотына? Жоқ. Тек 5 жастағы балаларға. Жақсы, болды, жауапты созбай-ақ қояйық. Жұлдыз ханым, сізге сұрақ қойым деп бір көрерменіміз хабарласып тұр. Тыңдасақ. Гүлзат ханым, сіз де жауап бере аласыз қой деп. Сіздер де аралассаңыздаршы әңгімеге. Кеш жарық, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей байланыстыңыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен мына жерде депутат ханымға сөзіне бір сұрағым бар еді осы жерде. Тыңдап тұрмыз.
Ол кісі айтып жатыр ғой, жаңа жас мамандар жұмысқа келеді да, зарплаттың аздығынан сөйтіп бір жыл істейді да кетіп қалады деп ше. Иә. Ол негізі олай емес негізі. Мысалға, қарапайым мұғалімдерді алатын болсақ, жас мамандар жұмысқа келеді мектепке. Негізі оның жаңағы өзінің мамандығы бойынша толықтай ставкасы бар алатын ше, толық ставкасы бар құқылы түрде. Ал негізі ол жерде жаңағы басшылар ол жас маманға өзінің толықтай құқылы толық ставкасын бермей, оған 0,5 жарты ставка беріп қояды. Сұрақ қандай? Осы жерде ары қарай жаңа бұрыннан істеп келатқан жаңағы мұғалімдер болады ғой, солар алады да жаңағы 1,5 ставкадан жоғары алады. Неше сағат. Вот содан кейін жаңа бұл жерде жаңа жас маман мен бұрыннан істеп келатқан мұғалімдердің арасында бәсекелестік конкуренция болады, талас болады осы жерде. Мен түсіндім негізі. Сұрақты түсіндім. Бұл жерде Жұлдызханмен толықтырып өтейін. Мен энергетика саласы бойынша айттым. Иә, жаңа бір ғана сала энергетика саласы бойынша энергетика саласы туралы айтып жатыр. Өйткені былтыр ТЭЦ жарылған кезде бізге айтты. Мұғалімдер туралы емес. Иә, Екібастұздағы ТЭЦ жарылған кезде бізде энергетика саласының маман жетіспейді деп бірінші айтты. Шынтуайтына келгенде маман білім алып жатыр, мемлекеттік тапсырыспен жұмысқа барып жатыр. Бірақ олар техникалық жақсы маман болғандықтан көбінесе мұнай саласындағы энергетикалық желілерге жұмыстарын ауыстырып кету. Екінші жылы, үшінші жылы сол мәселені біз министрліктің алдына қойған болатынбыз. Ал енді мына мұғалімдер туралы айтып жатыр, енді бұл да маған бөтен сала емес қой. Негізі бұл мәселе бар. Яғни бізде қазіргі таңда осы ашық еместігі. Бұл нені қалай шешуге болады? Біз бұны айтып жүрміз. Біздегі мектептегі сағаттар кәдімгі ашық болу керек. Электронды негізде қанша білім алады, қанша класс комплект бар, соған байланысты тарификация түзеледі ғой. Сол тарификацияның сағаттары бүкіл жаңағыда ұжымға қол жетімді болса, онда мұғалім өзіне 16 сағат толық ставканы алуға өзі түсініп тұрады. Ал қазіргі таңда бұл тек қана оқу ісі жөніндегі орынбасардың несінде, директордың қасында, сондықтан да адамдар білмегендіктен осындай нәрсеге барып жатыр. Қағаз жүзінде бәрі. Иә. Бармақ басты көз қысты. Соны біз қайта айтып жатырмыз. Электронды тарификация болу керек. Бүкіл сағаттар. Енді біз мысалы 3 миллион бала мектепте білім алатындығын білеміз. 7500 мектеп бар екендігін білеміз. Яғни бізде онлайн қол жетімді электронды тарификация болса деген сөз ғой. Түсінікті. Енді оны бізде енді онсыз да цифрландыру жүріп жатыр ғой барлық жерде. Оның оңтайландыру оңай шаруа шығар негізі. Иә, егер ниет болса, менің ойымша ол. Ниет болса, ниет әзірге жоқ. Ниет жоқ, өйткені басқа ниетті адамдар көп сияқты ғой. WhatsApp желімізге келген сұраққа Гүлзат ханым жауап берсеңіз, содан кейін үзіліске кезек берейік. Жаңағы келешек бағдарламасына қатысты. Бұл бағдарлама, жаңа оқыдыңыздар ғой, келешек жүйесі жүзеге асса, болашақта мемлекеттік грант мүлдем алып тасталуы мүмкін бе деген сұрақ? Жоқ. Мемлекеттік грант қалай бар бүгінгі күні толығымен солай сақталады. Ал келешек бағдарламасы ол бір жүйеге барлық мемлекет тарапынан берілетін шаралар жинақталып отыр. Бұл не дегеніміз? Бұл біріншісі толық грант, бүгін балалар барлығы алып жүрген, оқуға түсті, стипендиясын алды, оқуын жалғастырады. Ең бастысы 4-5-ке оқыса, стипендиясы сақталады, оқуын аяқтайды, дипломын алады. Ал бұл жерде келешек бағдарламасы арқылы қосымша механизмдар, тетіктер беріліп отыр, ұсынып отыр. Бұл дифференцированный гранттар, то есть толық емес, кейбір мамандықтарда мысалы сұраныс өте жоғары болады, бірақ балалардың арасында конкуренция өте жоғары, бірақ сұраныс аз. Сол жерде мысалы биыл біз пилот ретінде сондай эксперимент жүргіздік, педагогикалық бағытқа және әлеуметтік саласы және бизнеспен басқару бағытына. Сонда қарап отырсақ, мысалы тек қана шет тілі мамандығын алсақ, сол жерде 120 балмен балалар грантқа өте алмады. Себебі қаншама балалар осы мамандыққа барғысы келеді. Сондықтан 120 балл ЕНТ-дан бар балаларға жаңағыда 50% грантты ұсынып көрдік. Сол кезде айтайын ба, ата-аналардан 31 мың өтініш түсті, біздер дайынбыз. Егер де мемлекет тарапынан 50% төленсе, қалған 50%-ді өзіміз төлейміз деді. Сонда бұл дифференцированный грант, бір механизм. Сол жерде дифференцированный грант берілген кезде де мемлекет тарапынан стипендия сақталып отыр толығымен.
Екінші, льготный кредит, жеңілдетілген кредит. Бұл да мемлекет басшысының тапсырмасымен жасақталды. Бұл алғашқы рет пилот ретінде істеп көрдік. Ата-аналардан да бұл жерде де өтініштер түсті. Қаржы орталығы банктермен бірлесе отыра балаларға пайызсыз кредит беріп отыр, оқу жоғары білім алу үшін. Үшінші механизм жаңағыдай 5 жастан бастап шот ашып, 18 жасқа дейін, мектеп бітіріп, арғары оқуға барғанға дейін қаражатты жинап, өздері осы жинақталған қаражатты білімге жұмсаса. Төртіншісі, жаңа өзіңіз айтқанда, Ерғанат, ұлттық қордан балаларға. Мысалы, мысал ретінде келтірсек, мысалы, ата-ана барып шотын ашты, келешек бағдарламасы бойынша, ай сайын 3 айлық есептік көрсеткіш ретінде қаражатын құйып отырса, сонда мына 13 жылдың ішінде жалпы шотта 7,5 миллионнан астам қаражат жиналады екен. Осы қаражаттың үстінен ұлттық қордан балаларға арналған шоттағы қаражатты құюға болады, сонда барлығы 11 миллиондай ақша болады. Мінеки осы қаражат жеткілікті деп ойлаймын. 11 миллионға ойнап жүріп оқуға түсуге болады десеңізші. Жоғары оқу орнынан және мамандығын таңдап тұрып білім алуға. Рахмет жауабыңызға. Бізде үзілістің уақыты, қымбатты көрермен. Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирге хабарласыңыздар. Енді WhatsApp желінің нөмірі көрсетілулі. Кейде көрермендер ренжіп жатады, тікелей эфирге қоңырау шала алмаймыз деп. Бір желіге бір сәтте 10-15 адам қоңырау шалған кезде әрине қоңырау шала алмай қаласыздар. Сондықтан мүмкіндігінше WhatsApp желіңізге жазыңыздар. Қазір ол жоқ, бірақ ол Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен. Студенттерге жаңа мүмкіндік деген мәселені талқылап жатырмыз. Студенттерге жаңа айттық, біз мемлекеттік гранттардың саны өсті, дифференциалды оқу ақысы деп жатырмыз, жеңілдетілген кредит несие деп айтып жатырмыз. Былайша айтқан кезде оқу үшін, балаңызды оқыту үшін барлық мүмкіндік қарастырылған. Осы дифференциалды кредит, оқу ақысы, жеңілдетілген кредит біздің елде ғана жүзеге асырылады ғой, Сосын бір тағы бір айта кететін мәселе, біздің енді жасыратын жоқ, студенттердің қалтасын қағатын басты проблеманың бірі бұл жатақхана проблемасы. 624 мың студент 40%-ға жуығы мемлекеттік грантта оқиды, жаңа айттық 60% ақылы түрде оқиды. Ең басты проблеманың бірі ол тұрғын үй, жатақхана. Бірақ бізде енді біз тағы да сол әлеуметтік мемлекет болғаннан кейін жатақхана мәселесін өзіміздің мойнымызға алып алған мемлекетпіз. Шындығын айтуымыз керек, мына батыс елдерінде біз Оксфорд дейміз, Гарвард дейміз. Бұл мемлекет салып бермейді оны, жатақхананы. Университеттің өзі салады. Университеттің өзі жеке қаражатына инвестор салады. Ал біз аламыз да кредит аламыз, шетелдік инвесторларды тартамыз. Мемлекет жауапты министрлік соңғы 2 жылда қанша жатақхана салынды? Қателеспесем, осы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев келгелі бері бізде Қазақстанда 100-ден астам жатақхана салынды ғой деймін. Санын айтып беріңізші. Мемлекет басшысы көзге көрінбейді бұл жұмыста. Айтыңыздар осыны. Мемлекет басшысы негізінен бұл тапсырманы 2019 жылы берген. Осы 5 жылдың ішінде осы бағытта жұмыс жүргізілді. 251 жатақхана іске қосылды. 200 қанша? 251. Жатқа мен сізге тағы бір статистика айтайын. 2010 мен 2018 жылдар аралығында Қазақстан бойынша бар жоқ 8 жатақхана салынған екен. Рас па? Иә, рас. Сонда осы 251... 5 жылда біз 251 жатақхана салдық. Иә, онда 62 мың орынға жалға беріліп отыр бүгінгі күні. Ал биылғы жылы тек қана 40 жатақхана іске қосылып отыр. 2024 жылы. Енді мен сізге сұрақ қойын. Ақылы 60% ақылы оқиды ғой, жоғарғы оқу орындарында. Сол ақылы оқудың ақшасы қайда кетеді? Университеттің өзінің базасында қала ма? Әрине. Онда неге біз мемлекет жауапкершілікті өз мойнымызға алуымыз керек? Олар миллиардтап пайда тауып отыр ғой. Біз оқу мұғалімдерге жалақы береміз, базаға жалақы береміз. Не үшін мемлекет Жұлдызхан осы неге көтермейсіздер сіздер? Не үшін мемлекет? Қазір қараңыздар, мынау кез келген алпауыт университеттерді алыңыздар. Еуразиялық ұлттық университетке кеше барып мемлекет басшысы тұсауын кесіп қайтты, Қаншама студент оқиды Еуразия ұлттық университетінде? Қазақ-Британ техникалық университеті, Қазақ ұлттық университеті. Мемлекет салып беріп отыр осының барлығын жатақханасын. Енді сіздің айтып отырған мәселеңіз бюджеттік емес түсімдер ғой, бірақ бұл нақты батыста мемлекет министрлік өзі батысқа келген кезде бәрін еліктегенге сондаймыз, ал дәл осындай институттарға келген кезде енді эфирде Ерғанат маған қарап осындай қаратпа сөйлемесе енді іші ауырады да, бұны үйренгем. Сондықтан бұл негізі министрлікке қойылатын сұрақ. Парламентке келгеннен кейін сізге қойылатын. Министрлікке қойылатын сұрақ. Неге? Өйткені министр
министрліктер бүгінгі таңда өздеріңіз көріп отырсыздар, бұрында мысалы кейбір ұлттық университеттердің ректорын президент тағайындайтын. 2020 жылдан бастап президент бұны коллегиалды шешім ретінде үкімет тарапынан жаңағыдай ведомствоаралық комиссия құратын болды. Бүгінгі таңда ұлттық және кейбір өңірлік мемлекеттік университеттердің ректорлары кәдімгідей тағайындалады және оның өзінің стратегиясы бар. Бұл да бір тараптан үлкен былай қарағанда жауапкершілік мәселесінде. Қазіргі таңда директорлер кеңесі жұмыс жасайды. Директорлер кеңесі тәуелсіз сарапшылардың негізінде, тәуелсіз директорлер кеңесінің мүшелері негізінде университеттің бюджеті ашық негізде қаралады. Бұрынғы кезде 2019 жылға дейін қай университетке қай бюджет қалай болып жатқандығын ешкім білмейтін. Бүгінгі таңда мынау совет директоров ол жерде тағайындалатыны бар, сонымен қатар сайланатыны бар, гендерлік теңдікке қарастыратыны бар. Ол жерде ең бірінші мәселе бюджет мәселесі қарастырылады. Соның ішінде бюджеттен тыс түсімдер ашық негізде қарастырылады. Кейбір жатақханаларда әрине бюджеттен тыс осы мәселелердің арасында. Сонымен қатар биыл біз ғалымдарға үстеме ақыны университет өзінің жеке қаражат талапынан қаржыландыруға байланысты біраз шешімдер қабылданды. Сондықтан да бұл ақша университеттердің ішінде университеттер миллиардтаған қаражатта жатыр дегенге мен келіспеймін. Университеттер, мысалы мен өзім кеше ғана Ақтөбе облысынан келдім. Ақтөбе облысында өңірлік педагогикалық университет бар, Құдайберген Жұбанов атындағы. Ол жерде халықаралық Херриот Уотт британдық университеттің филиалы ашылған. Бұл бүгінгі таңда тек қана сол Ақтөбе облысына емес, Батыс Қазақстан үшін үлкен кәдімгі жақсы жоғары деңгейлі университет болып отыр. Соған байланысты мен мысалы қазір нені көріп отырмын? Университеттің ішкі материалдық ресурстары түгел жаңарып келе жатыр. Лабораториясы түгел жаңарып келе жатыр. Бұрында барған сайын ғалымдар қол созатын еді. Бізге ресурс керек деп. Яғни осы келіп жатқан қаражатты ашық негізде дұрыстап, нысаналы негізде дұрыстап жұмсағанның арқасында қол жаймай, өзіне келіп түскен қаражатты тиімді жұмсап отыр деп ойлаймын. Енді түсінікті болды. Яғни ашықтық 2019 жылдан бастап жүзеге асырылды. Мен сұрақ дұрыс қойыппын ғой сонда сізге. Мына жерде де бір моментті толықтырайын, өте дұрыс айттыңыз, енді толықтырайын. Бұл жерде Ерғанат біріншіден мемлекет тарапынан осы жатақханаларды салу үшін тиісті жағдай жасалынды. Біріншіден, негізінен нормативтік база бәрі дұрысталды. Себебі мемлекеттік тапсырысты да жатақхананы құру үшін алуға болады. Инвесторлар немесе қайта құру үшін да, реконструкция жасау үшін да алуға болады. Тек қана мысалы Алматы және Астана қалаларында, енді ең ірі қалалар ғой, көп студенттер шоғырлаған қалалар. Осы жерде осы инвесторларды тарту үшін арнайы фронт офистар құрылды. Бүгінгі күні мысалы 100 инвесторлар жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да олар тарапынан да қызығушылық бар, себебі мемлекет тарапынан да оларға компенсация ретінде қолдау көрсетіліп отыр. Енді үшіншіден тағы да жақында ғана жасады жаңа тетіктердің бірі ГЧП механизмі осы жатақханаларды салу үшін. Бұл жерде мемлекет тарапынан мысалы айтарлық жоғары оқу орны өз тарапынан қаржыландыру үшін құрылысты 30% салу керек, ал инвестор 70% салу керек. Соны ары қарай енді қазір біз эндаумент фонд туралы, нысаналы капитал қорлары туралы заңды қарастырып жатырмыз. Бұл енді мысалы Гарвардтың бюджеті, Стэнфорд университетінің бюджеті былтырғы жылы Американың бір штатының бюджетінен асып түсті деп өздері хабарлады. Осындай бізге эндаумент қорлар құру үшін қазір салық кодексінің аясында бүкіл механизмдерді қарастырып жатырмыз. Бірінші, жалпы университеттің негізгі миссиялары бар. Ол тұлғаны елге, экономикаға даярлаудан бөлек ғылымды дамыту, сол ғылымның қоғамға қызмет етуін жүзеге асыру. Сондықтан біз енді алдағы уақытта мысалы үлкен ірі алпауыт компаниялар, өнеркәсіптік компаниялар университетке келіп, университеттің базасында өзінің ғылыми ортасын құру керек. Біздің келесі бағытымыз солай болу керек деп ойлаймын. Мен мысалы 2016 жылы Пусанда болдым, Пусан университеті, Кореяда. Rolls-Royce компаниясының ғылыми базасы осы Пусан университетінде орналасқан. Яғни Rolls-Royce өзінің қаражатын салады, ал Пусан университетінің ғалымдары соңғы беспилотник, соның бәрін 2016 жылы көргенбіз. Бұл нені көрсетеді? Біз қазір
инфрақұрылым мәселесін шешіп жатырмыз. Университеттердегі ғалымдар үшін биыл үстеме ақылар бөлек қарастырылды. Біз жаңа сіз стипендияны қарастырып отырсыз, мысалы қазір университетте жұмыс жасайтын PhD үшін профильді PhD-ге бөлек қаражат төленеді. Ғылыми негізде кәдімгі базалық қаражат төленетін болды. Бұның өзі университеттегі ғалымдардың университеттен кетпей ғылыммен айналысуына үлкен бір мотивация болды. Ендігі, менің ойымша, келесі бір прорыв, осындай Rolls-Royce секілді компаниялар Қазақстанға келіп, Қазақстанның университеттерінің базасында ғылымды дамытуға жетті. Ол үшін әділетті Қазақстан заңның үстемдігі тәртіп орнауы керек. Мен ойымша, өйткені инвестор заң үстемдігі орнаған мемлекеттерде ғана жұмыс істейді. 20 университетте қазір филиал келді. Мысалы, биыл Ақтөбе университетінде 300 бала оқуға түсіп, 100 бала академиялық шыншылдықтың саясатын жүзеге асыра алмаған соң, бір мезетте оқудан шығуына тура келді. Әрине бұл резонансты оқиға болды, бірақ бұл сол филиалдың талабы болды. Бұл нені көрсетеді? Бұл университеттердегі білімнің сапасына мүлдем басқа көзқарасты алып келе жатыр. Сіз жаңа басында қайта-қайта астын сызып айтып жатсыз ғой. Бізде 60% студенттер ақылы негізде оқиды екен депші. Менің ойымша бір уақыт келеді, мынау жоғары университеттің, жоғары білімнің біз құндылығына көз жеткізетін боламыз. Академиялық шыншылдықтың аясында, ғылымның аясында ол бір ретте емес, мысалы 5 жылда қаншама шаруа жасалып жатыр, жайлап келеді. Сол кезде университетке мысалы қазіргідей баратын аз болады да, жаппай оқуға емес, колледжге түсетіндер көбейеді. Колледжге түсіп, сол кәсіптік білімді қабылдап, белгілі бір кәсіппен жақсы жұмыс табатындай мамандыққа келеді деп ойлаймын. Әрине. Жаңағы Ақтөбе өңіріндегі университетке шетелдік азаматтар да түсу, осы жылы ақылы негізде шетелдік азаматтар түсті. Яғни Ресей Федерациясынан басқа адамда осы университетке түсу, бұл үлкен нәтиже. Және жаңа Жұлдызхан да айтты ғой, эндоумент фондтар, қорлар. Сол бойынша мысалы Еуразия ұлттық университетінің эндоумент қорына BI Group компаниясы, құрылыс компаниясы 100 миллион теңге берді. Бұның өзі жаңағындай студенттерді архитектура, жаңағындай осы құрылыс жаққа тарту арасында екі жақты меморандум отырды. Бұл да эндоумент фондтардың өзі. Тағы бір нәрсе айтсам. Қазір тағы бір мәселе болғанда, мына екі спикерден ұят болды сөзін алып. 40 минут болып тұрғандарыңызға біраз пікір білдірсеңіздер, сыйластық болғанда. Бұл енді жақсы дүниелер жақсы ғой. Жағымсыз жақтары да жоқ емес, қарапайым тұрғыдан алған кезде. Мақсұт Нәрікбаев университеті жеке меншік қой, Жеке. Жатақханаларыңыз бар ма? Бар. Кім Онда салды? да гранттар оқиды. Бірақ ол жерде де мемлекеттік гранттар бар. Ал жатақхана бойынша жаңағы ащы шындықтардың негізі ол енді үлкен қалаларда, Алматы, Астана. Ал басқа өңірлерде де бұл проблема жоқ емес, бар. Жатақханаларыңызды кім салды? Жатақхана бізде жаңағы ГЧП. Мемлекеттен жекеменшік екі орта қосылып, өте жақсы жатақхана салып, құрылып. Енді ол жекеменшік болса да бұл жерге де мемлекет араласқан. Себебі онсыз тағы да болмайды. Ал бұл жерде тиімді жағдайлар жасалынған ғой. Сол себепті ол жердегі көмек өте орынды болды. Ал енді университеттер өкілі ретінде айтылатын бұл ащы шындық, жатақханалар қандай болса да жетіспеушілік бар. Оны мойындаймыз. Және оның шешу жолдарының тағы да біреусін Гүлзат ханым өте жақсы айтып кетті. Бұл университеттер өз бетімен жатақханалармен, құрылыс компаниялармен келісіп салып үлгермесе де, бірақ жекеменшік салынған хостелдар бар ғой. Солармен келісім шартқа отырып, жаңағы ұсынысқа сұранысты қамтамасыз етіп берді. Енді бұл жерде сол жаңағы ең керемет нәрселердің біреуі, бұл студенттің тұрғысынан қарау. Ол жоғары басшы тұрғысынан қарауға болады, мәселелердің бәрін жалпы шешуге болады. Бірақ студенттің тұрғысынан қараған кезде, маған студент ретінде бірінші не керек? Тұратын жер керек, алатын стипендиям керек, оқуға және жұмыс берушіге мен көзіне қалай түсем, сол hard skills, soft skills болады ма, major, minor арқылы біз бұлардың барлығын шеше аламыз. Мысалға, Жұлдыз ханым педагогикада оқыған болса, ол тек қана педагогикаға қатысты дүниелерді оқи беретін болса, 4 жылдан кейін керексіз маман болып қалатын болса, мемлекеттің ақшасы зая кетті деген сөз. Бірақ ол жерде педагогикада оқып жатқан Жанар ханым мен оның қасында коммерциялық, экономикалық мамандықты екеуісін біріктіріп оқып жатқан, жаңағы басқа білім беру бағдарламасынан пәндер алып жатқан Гүлзат ханым мен Жанар ханым ұтады. Себебі сұранысқа ие болатын мамандыққа қарай, жұмысқа қарай ығысады. Бұл жерде балон процесінің ұтымды бір жағы, жаңағы тек қана бір мамандықты емес, бірнеше мамандықты игеріп алып шығады. Сонда студенттер неге 60% өз мамандығы бойынша жұмыс жасамайды деген сұрақтың өзі басқаша қойылу керек.
мен қай нақтылауға жерде бола ма? қабілетім бар болса, мен сол жаққа қарай студент ретінде ығысамын. 3-ші курста, 4-ші курста мен жұмыс тауып кетуге өзіме өзім жағдай жасаймын деген сөз. Университетқа сараптама барағасын. жасамасақ, ол тек қана білімді бере берсек, біз Міне. еңбек нарығында Міне. қай мамандық жетіспейді, қай мамандыққа сұраныс Иә, жоғары, қандай қай жақсы. мамандыққа сұраныс мүлдем жоқ деген бізде сараптама мемлекеттік болмаса, жекеменшік әріптестік. онда Әрине. мемлекеттің ақшасы зая Өте кетуі дұрыс. мүмкін. Мақсат мырза, жаңа мемлекеттік жекеменшік әріптестік туралы айттыңыз ғой. Біз дәл осы әріптестікпен жатақхана салған Түркістан қаласынан Әнуарбек Расулов мырзаны байланысқа қосқымыз келеді. Әнуарбек мырза, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Жалпы жатақхана салу қаншалықты табысты бизнес? Ассалаумағалейкум, құрметті спикерлер, құрметті депутат мырзалар. Естіліп отыр ма даусым? Өте жақсы естіліп тұр. Аха. Мен есім Расулов Әнуарбек Шавкатұлы. Өзім Түркістан облысы Түркістан қаласы тұрғынымын. Бүгінгі таңда Астана қаласында жатақханамыз бар. Түркістандан 600 орынға жатақхана соғып бастағанбыз. Даусым нық естіліп тұр ма сіздерге? Сіз алаңдамай айта беріңіз айтатыңызды. Жақсы естіліп тұр. Артыңыздағы алған сыйлықтарыңызға дейін көріп тұрмыз. Даусыңызды естіп тұрмыз. Рахмет, рахмет. Бұл жерде мен қазір тыңдап отырмын, мына жатақхана мәселесі, жатақхана тапшылығы деп айтып жатыр. Осы жерде мен өз немді айтып кетейін. Астана қаласында қазіргі таңда қанша балаға жатақхана жеткіліксіз болып тұр? Бүгінгі таңда? 3.000-ға жуық, 2,5 мың. 2,5 мың балаға орын жетпей жатыр дейді. Биыл осы сұранысты жабамыз. Сол 3000 балаңыз қай жерде қазір? Дәл момент Астанада ма сол адамдар жаңа студенттер? Әрине, иә. Енді мен сізге- сізді танып тұрмын, сіз осы былтыр бізге министрлікке келіп кездескен, танысқан сияқтымыз. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Мен Иә. ашық алаңға бұдан алдын шыққанмын болатын. Осы именно мен өзім жатақхана мәселем бойынша шыққанмын. Астана қаласының өзінде жатақханамызды студенттермен толтыра алмай жатқан мәселе бойынша шыққан болатын мен. Менде міне бүгінгі күнге дейін осындай проблема. Қазіргі таңда құрметті елбасымыз, президентіміз біздің өткенде 2400-2500 орынға ма жатақхана ашты. Білесіздер ғой? Иә, Евразия гуманитарлық. Евразия университетінде. Әнуарбек мырза, нақты айтыңызшы, бізде уақыт өте қысқа. Нақты проблема неден, не жетпей жатыр? Әлде жатақханада орын бар, студент жоқ па? Түсіндіріп айтып беріңізші, қысқа нұсқа, 1 минут. Нақты бізде жатақханамызда орын бар бүгінгі таңда. Бізге студент жетпейді. Бірін. Екіншіден, қазіргі таңда жылдың басында бізге оқу жылда берілген студенттер Евразийский университеттен. Бүгінгі таңда келіп, міне бүгінгі күн, кешегі күнмен айтқанда, сол жақтағы Евразийский университеттің мұғалімдері студенттерді жаңа жатақханаға шығаруға заставить етіп отыр. Сендер мына жатақханадан шығып, сол жаққа барасыңдар. Условиясы жақсы, керемет. Сол жаққа өтесіңдер деген ұсыныс оларға талап қойып отыр. Бұл сонда қалай болды? Біз жатақхананы соқтық, үкіметке сеніп, барлық жағдайны жасадық студенттердің. Мысалы, жылдың басында оқу жылда келген кезде біз оларды пропискаға қойдық бірінші. Екінші студдом бүткіл барлық регистрацияға тіркедік біз оларды. Барлық нәрсе құжатын істедік. Енді келеді, қыстың күні қақ ортасында алады да біздің студенттерін ары қарай тартып жатыр. Бұл бірінші проблема. Жатақхана жетпейді дейді. Әнуарбек, бұл бірінші проблема. Екінші проблема, Түркістанда да дәл осындай сценарий. Солай ма? Түркістанда дәл осындай жағдай, Түркістанда жатақхана мен әлі жұмысқа түскен жоқ, бірақ менің коллегам бар, Түркістан жұмыс істеп жатқан бүгінгі таңда 3-ші жыл істеп жатыр. Әлі жатақханасын 3 жылдың ішінде әлі толтыра алмай келе жатыр. Бірақ та жатақхана талап тапшылығына сәйкес бізге салдырғызды. Ол жерде ең үлкен жатақхана 600 орын менде тұр. 200 орын потолок сондай тұр, бірақ олардың өзінде 150-130 адамнан тұрып жатыр қазір бүгінгі таңда. Бірақ айтады, бұл статистиканы қай жақтан алып жатыр? Өтірік статистика алып жатыр ма? Айтады, пәлен мың оқушыға студент жетпейді, жатақханамыз жетпейді. Нелерге айтады, кәсіпкерлерге, сіздер салыңыздар, біз көмектесеміз. Үкімет көмектеседі, бірақ тұрған балаға көмектеседі олар. По факту тұрса, соған ғана көмектеседі. Субсидия береді ғой. Рахмет, Әнуарбек, проблеманы. Айына қаншадан алады? Айына қанша теңге аласыздар шынымен де? 10 мың. Менде Астана қаласында реконструкция жасаған общагамда бала басына 26.400 Қай университет, қайталап айтсыншы? Евразия. Евразия ұлттық университет. Сіздің жатақханаңыз? Евразия ұлттық университет ма? Қай университет нақтылап айтыңызшы? Гумилев.
Міне, менде Евразийский университеттен тұрады. Одан кейін Темирис колледжден 8 бала тұрады. Есіл университеттен 30 бала тұрады. Агротехникалық Сейфуллин атындағы университеттен 2 бала тұрады. Абайдан 2 бала тұрады. Қай жерде орналасқан Бүгінгі таңда. жатақханаңыз? Жұмабаева 29/1-де Астана қаласында. Жақсы, рахмет Әнуарбек байланысқа шыққаныңызға, проблеманы көрсетті. Негізі Әнуарбектің ғана проблемасы емес бұл. Дәл осындай құрылысшы, яғни мердігер компаниялар деп айтсақ болады ғой, Хостел иелері. компаниялар. Хостел ма, әлде Үзілісті жатақхана? уақыт келді ма? Негізінен бұл салынған жатақхана 2 минуттан кейін жалғастырамыз, былтыр ғана қымбат спикерлер. Ануарбекпен- Дәл осы сұрақты ұмытпайық. Салынып жатыр, бірақ неге студенттер жоқ деген. Жақсы. Кемейт жеңіл Иә. көп негізге келемін. Сондықтан да шаштарыңыз бар. балдар жаңа жатақханаға кетіп Телеэфирдеміз. Жоқ, Эфир өте мынау қызық, өз даусымды өзім ести алмай жатырмын. Қымбат спикерлер, Гүлзат ханым жаңа сұраққа жауап берсеңіз, қараңыз өзіңіз Иә. айтыңыз, және 3000 орын жетпейді Астанада деп. Бірақ жатақхана бар. Салынып жатқан. қараңызшы, Хостел емес бұл. Хостел емес, кәдімгі жатақхана сияқты. Хостелмен Енді шатастырмай. биыл негізінен Студенттер үйі. Иә, биыл Астана қаласы соңғы 7 жатақхана іске қосылады жоспарымызда. Сонда Астана қаласы бойынша жалпы дефицит мәселесі жабылады. Жалпы Қазақстанда қарайтын болсақ, бүгінгі күні барлық өңірде негізгі жеткілікті жатақханалар салынып болында, барлық балаларға қамтамасыз етіледі. Мына Тек кәсіпкерлер не қана істейді? Алматы қаласы қалады алдымыздағы уақытқа. Ал енді Ануарбектің жағдайын айтатын болсам, әрине рахмет оған. Ең біріншісі ол белсенді түрде өзі қатысып отыр, осыны ұсынып отыр, салып отыр. Былтыр ғана біздер кездесіп, Астана қаласындағы жоғары оқу орындарына ұсынғанбыз осы жатақханада. Себебі бұл жерде енді гарантия біздің тарапымыздан немесе мемлекет тарапынан беру мүмкін емес. Сіздің барлық жатақханаңызда балалар тұрады деді. Себебі бұл келісім шарт негізінде құрылатын қатынастар ғой, жоғары оқу орнымен азаматтық қатынастар. Сондықтан да балалар тұра ма, тұрмай ма, олардың құқығы. Ал бұлар өз тарапынан өздері ұсыну керек, жағдай жасау керек. Қараңызшы, соңғы жатақханаларды қарасаңыз, өзде айтып отыр ғой, Гумилев атындағы жақында ғана жатақхана ашылды, президент барып да қатысқан осы шараға. Ол жерде бүгінгі күні ол Қазақстандағы ең ірі жатақхана 2656 орын беріліп отыр іске. Жағдай барлық толығымен бар, кітапханасы да бар, столовые да бар, инклюзия да ескерілген. Сондықтан да балдар қазір жағдайды талап етеді. Студенттер жағдай жақсы, еще жаңағыдай фактор негізі тіркелмеді. Бізде омбудсмен институтына түседі ғой әртүрлі. Бізді осылай ұстаздар қинап, ар жаққа тұрғызып жатыр, бізді мына жаққа тұруға болмайды, бағаларымды азайтамын деген сияқты. Ондай фактор болған жоқ негізінде. Бізге мысалы күніне енді ситуацияға байланысты 3 адам, 10 адам, 20 адам деп жазады. Ондай фактор болса, бізді күштеп жатыр, осылай деген сияқты. Ал ондай фактор келген жоқ негізінде. Еуразия ұлттық университетінің 2600 орындық студенттер үйі, резиденциясы деп айтайықшы, енді кәдімгі 4 жұлдызды, 3 жұлдызды қонақ үйлерден артық болмаса кем түспейді. Артық 5 жұлдызды қонақ үйге. 5 жұлдызды қонақ үйдің өзінде кітапхана жоқ қой. Тек қана Еуразиялық ұлттық университеттің студенттер тұру керек па? Енді негізінен Еуразия ұлттық университеті өзі арнайы салып отыр. Ол жерде студенттер де тұруға болады, оқытушылар да тұруға болады, магистранттар да, докторанттар да. Біз есіңізде шығар, Алматыда мысалға жатақхана мәселесімен дефицит болған кезде үлкен шу шықты. Қазақстанда студенттер үшін ашыңыздар. Студенттер үшін дағдарыс орталықтар ашылды. Кез келген азамат сол жаққа барып тұруына болады. Байланыс нөмірлері мынадай, 2 нөмір көрсетілген, 255-14-43. Олан жақсы білет осы жағдайды. Бірақ біз осы 2 нөмірге де қоңырау шалдық бүгін. Екеуінен де ешкім телефонды алған жоқ. Неге? Әлде мынау біз айтып отырған дағдарыс орталықтарында бірде-бір студент қалмады ма? Жоқ, қазіргі уақытта олай жатақханаға тұратын, қайттан тұрғызатын уақыт емес қой негізі. Бірақ та телефонды алады. Жоқ, алып жатқан жоқ. Біз күні бойы қоңырау шалдық. 255 рет қоңырау шалдық. Қазір де қоңырау шалып жатырмыз. Бізде омбудсмендер институты деген база бар да, мысалы Қазақстан студенттер альянсының базасына құрылды министрліктің қолдауымен. Бізде әр өңірде өзінің омбудсмендері бар, яғни омбудсмендер олар студенттер. Біз сияқты студенттер бізде 22 жылы құрылды республикалық омбудсмен, одан кейін студенттік омбудсмен 23 жылы әр өңірде, ал қазір әр жоғары оқу орнында. Бізде осындай ситуациялар болып қалады, жатақханаға кешіп келуі мүмкін, немесе жатақханаға жаңағы оқуға түсетін уақытта орын тапшылығы болуы мүмкін. Сол уақытта жаңа ахуалдық орталық екеуі бірігіп, министрлік бар, сол барлығы өзіне жататын орындар тауып береді әр студентке, жағдай жасалған негізі. Жанар ханым, сіз түйіндеңіз. Енді жалпы менің ойымша жатақхана мәселесі бұл конкуренцияның мәселесі деп санаймын. Иә, нарықтың сұранысы
Мысалға, мен осында келерде студенттер үйінің бағаларын қарадым. Ол жерде ең қымбат бағалардың бірі 27 мың болып тұр. 17 мың, 14 мыңдық бағалар бар. Әрине, қай жерде студент үшін ол білесіздер, ең бастысы ол табыс болып табылады, экономикалық мәселе ғой. Сондықтан да ең алдыменен өзіне тиімді бағаны таңдайды деп ойлаймын. Және де қазіргі салынған Еуразия ұлттық университетіндегі бәріміз көрдік жатақханасының қандай керемет екендігін. Студенттер, жоғары өмір сапасына ұмтылатын студенттер, ол жердегі баға 30 мың болса да, 27 мың болса да беріп тұруға дайын. Сондықтан да мүмкін осы жатақхананы таңдады деп санаймын. Бұл бәсекелестік мәселесі. Нарық өзі реттей беру керек дейсіз. Комфорт деген дүние бар ғой, соған комфортқа, өмір сапасын жоғарылатуға жастар емес, барлығы ұмтылады негізі. көрінісі ретінде бағалауға болады. Осы айтарым. Негізі бір түйін ой айтқым келеді. Университет дегеніміз ол жақсы жатақхана ғана емес, лаборатория ғана емес. Университеттердің негізгі миссиясы елдің экономикасына кәсіби, білікті, бәсекеге қабілетті кадр даярлау. Осы негізгі мақсат. Соны жүзеге асырса болды. Рахмет, қымбат спикерлер. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Біз әлі шетелдік ашылған филиалдарды талқылауымыз керек еді, білім сапасын талқылауымыз керек еді, жоғарғы оқу орындарында коррупция тәуекелдер деген мәселені талқылауымыз керек еді. Бірақ уақыт жетпей қалды өкінішке қарай. Ең бастысы, о баста біздегі жаңағы айырмашылықты 60%-ды айттық, жатақхана мәселесін айттық. Астанада 7 жатақхана салынып жатыр дедіңіз, иә? Осымен проблема шешіледі. 2025-те Саясат Нұрбек шешіледі деді. Ең үлкен дефицит Алматы қаласында, бұл проблема 2-3 жылдың төңірегінде шешілуі тиіс. Солай болады деп сенгіміз келеді. Қымбатты көрермен, айдың жарығымен кітап оққан кездерде болған. Қаранан қара су ішіп жүріп ақ, мынау тұрған жарықты ойлап тапқан, мынау тұрған мұнайды жерден ашып тапқан ғалымдар шықты әлемде. Ораза намазы тоқтықта деп ақталамыз, бірақ қандай жағдай болмасын, білім алуға және сол білімді сапалы қылып, ел игілігіне жаратуға ұмтылайықшы. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар, көп жасайық. Сау болыңыздар.